Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге анамның фирменный хаттамасын бірге дайындайтын боламыз. Бізбен бірге дайындаңыздар. Жасалу жолы өте қарапайым. Ең алғаш, ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп, үстіне бір қасықтай болатын ашытқымызды саламыз. Бөлек ыдысқа тұз саламыз да, үстіне бөлме температурасында суды құйып, қолымызбен тұзды ергенше осылай араластыратын боламыз. Ұнымыздың үстіне суымызды құйып, орташа деңгейлі 5 бармақтың қамырындай болатын етіп, қамырымызды жақсылап елеп алатын боламыз достар. Қамырымыз қатты да, жұмсақ та болмау керек. Орташа деңгейлі қамырды елеп, жақсылап иін қандыруға жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Бұл құраммен яғни 2 зуала қамыр шығады. Айтпақшы достар, сіздерге менің видеоларым ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк, комментарий басып кетіңіздер. Кейін қамырымызды алып, осылай жақсылап, жұқа етіп, жақсылап жайып аламыз да, майымызды ертіп аламыз. 72% жоғары май болу керек. Үстіне барлық жерге жететін етіп, жақсылап тұрып жайып шығатын боламыз. Жағып шығамыз. Кейін қамырды тура осылай видеода да етіп орайтын боламыз. Бұл бір зуала қамырдан 2 күлше хаттамадан шығады. Жақсылап видеода да осылай ораймыз да, бұл қамырдан 2 күлше хаттамадан шығатын болады. Кейін 2 бөлікке бөліп, жақсылап осылай дайындап аламыз. Сәл ғана май құйып, қыздырып дайындап қоятын боламыз. Кейін осылай жақсылап жайып шығамыз да. Табамызға салып 5-6 минуттай пісіріп аламыз достар. Үстін осылай шанышқымен, видеода көрсеткен тесіп алсаңыздар, барлық жегі пісіп шығатын болады. Өте дәмді әрі оңай жасауға болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ас болсын.